Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздермен «Универсальный солдат» фильміне шоу жасаймыз. Кино 1969 жылғы Вьетнамнан басталады. Бір еркек бір нәрседен өлімсіреп қашып келе жатыр. Басқасы оны тоқтатып, "Есіңді жи, не болды?" деп еді. Біріншісі оған "Барлығы өлді, взвод жоқ, сержанттың есі адасып кетті, өзінің адамдарын қырып тастады" деп қайталай береді. Еркек олардың сөзіне сенбей ары жүріп еді, жерде жатқан өлі солдатты байқайды. Жақындаса, бір құлағы жоқ екен. Жақындағы ауылға кіріп еді, жерде өлі тұрғындармен қатар өзінің қызметтестері жатқан өлі денелерді көріп қалады. Ал бірнеше қашықтықтан жылап жатқан дауыстар естіп, сонда аттанады. Үйшікке кіріп еді, қолдары байланып, жылап отырған жұп пен есінен адасқандай адамдардың құлағынан моншақ жасап отырған сержантты көреді. Оған жақындап, "Мұнда не болды?" деп еді. Сержант оған, "Олар маған бағынудан бас тартты" деген тез жауап алады. "Біз қарсыластарымыздың көзін жойдық. Бұлар қарапайым, бейгүнә адамдар ғой" деп еді. Сержант болса, ала көзбен "Олардың барлығы сатқындар" деп тұрып алады. Еркек оны тыныштандырып, "Менің әскери қызмет мерзімі бітті. Тезірек үйге қайтқым келеді. Кеттік" деп еді. Сержант одан сайын жынданып, "Сен де сатқынсың. Сатқын болмасаң жұпты өлтір" деп қару тағап жігіттің басына оқ атады. Солдат сержантты ары итеріп, қызды шығарып жібергені сол еді. Аяғына келіп оқ тиеді. Истерикаға берілген қыз да ұзаққа бармайды. Сержант оған граната лақтырады. Сержантқа мылтықтың пышағын тығып алады. Одан кейін екеуі бір-біріне тоқтамай оқ жаудырып, өле құлай кетеді. Ертес азанда басқа әскерилер келіп, өліктерді алып кетпекші болады. Бірақ бас сержант, "Өліктерді ұмытыңдар, оларды жоғалып кеткен деп жазыңдар да мұзға салып қойыңдар" деп телефон арқылы басқа адамдарды шақырып, "Тез арада мәйіттерді алып кетіңдер, ең азы 10 өлі дене бар" деп айтады. Осыдан кейін 1969 жылдан 1992 жылға ауысамыз. Жерге алып ұшақ қонып, ішінен әскери КАМАЗ шығады. Сол жерде КАМАЗдың бүйірі ашылып, ішінен бір көздеріне камера тәрізді құрылғы тағылған, беттерінде эмоция жоқ солдаттар түсе бастайды. Ал арғы жақта арнайы мамандар барлығын әлгі құрылғылар арқылы бақылап отырғанын түсінеміз. Ал олардың ішінен әлгі 1969 жылы қайтыс болған еркек пен оның сержантын көреміз. Екеуі де сап-сау тәрізді. Одан кейін үлкен дамбаның үстінде өлі жатқан адамдарды көреміз. Көп ұзамай бұның себебін де анықтаймыз. Ол жерде тұтқындарды ұстаған террористер отырып алған екен. Оларға жақындау үшін әлгі солдаттар тікұшақтан суға секіре бастайды. Ал террористер орныққан бомбаның атылуына 13 минут қалыпты. Сол арада фильмнің басты кейіпкерлерінің бірі Вероника Робертс атты журналист қызбен танысамыз. Қыз сол жерде болып жатқан оқиғаны тікелей эфирден шола бастайды. Қыздың сөзінен террористердің басты талабы әртүрлі штаттарда қамалған өздерінің жолдастарын босату, болмаса барлық 30 тұтқынды өлтіреміз деген екендігін түсінеміз. Эфирден кейін қыз өзінің тентектігінен жұмыстан шығып кеткенін біледі. Осы мезетте солдаттар жаймен су бөгетіне көтеріле бастайды. Әрқайсысы ыңғайлы позициялар алып, қарсыластарға қарудан дәлдеп, шеттерінен эмоциясыз роботтар тәрізді білдірмей көздерін жоя бастайды. Әр өлтірген жаудың радиосына "Барлығы тыныш" деп айтатын дауыс стимуляторын қойып кетеді. Арғы жақта инженер киімін киіп алған солдат мүлт етпей террористерге жүріп жақындай бастайды. Террористердің ескертуіне мән бермеген соң, оны мылтықтан атқылап өлтіріп тастайды. Бірақ көп ұзамай солдат еш нәрсе болмағандай орнынан тұрып, қорапшадан қаруын алып, басты террористің басына оқты дәл тигізеді. Басқалар көмекке келіп, террористерді ликвидациялайды. Бірақ 44-ші санмен белгіленген солдат флешбек ұстап, екі жұпты көріп, 1969 жылғы соғыстағы әлгі оқиға есіне түсіп, ешқандай жауапсыз біраз тұрып, артына қарап қалады. Операция сәтті өткен соң, командир журналистердің сұрақтарына жауап беріп, "Бұл универсалды солдаттар" деп аталатын топтың 3-ші сәтті операциясы деп қайдан шықты, олар кім деген сұрақтарын жауапсыз қалдырады. Осын тамашалап отырған қызға керемет идея келеді. Қандай екенін тауып көріңіз. Кешке жақын әріптес екеуі әлгі солдаттар жайлы мағлұмат жинау үшін көліктен бақылап отырады. Осы мезетте әлгі солдаттарды -30 градуста арнайы бөлмеге тынығу үшін жатқызып қояды. Мамандардың бірі 44-ші номерлі солдаттың мәң болып қалуы жай ғана денесі қызып кетуінен деп түсіндіреді. Командир оны тұрғызып еді, оның аузынан бір сөз шығады: "Бейкүнә адамдар".
Ары қарай ол ауылдағыларды сержант өлтірді дей салып еді, қасында жатқан 13-ші номердің көзі кішкене уақытқа ашылады. Мамандар 44-ші номерді алып тастау керек деп еді, командир бұл ойға қарсы келеді. Осыдан кейін мамандар оларға арнайы инъекция салып, естерін қайда тазартады. Осы арада әлгі қыз алыстан бақылаудан жалғап ұшаққа жақындамақшы болады. Табыт ішіндегі мұзда жатқан солдаттардың бірін көріп, оны өлі деп фотоға түсіріп жатқанда, ол көзін ашып қалады. Аумақтағы адамдар қызды көріп қалып, солдаттар оларды қуалап, ақыры қолға түсіреді. Одан кейін қыз бен жігітті отырғызып қойып, пленканы талап еткенде, әріптесі қызды қорғаштай салып еді, жігіт 13-ші номерден басына оқ алып, сол жерде көзін жұмады. 44-ші номерге қайттан флешбек келіп, 69 жылғы оқиғаны қайттан есіне алып, рефлекторды түрде 13-ші номерді ұрып, жерге құлатып, әлгі қызды машинаға отырғызып кетіп қалады. Бірақ командир оған машинаны тоқтат деген бұйрық беріп еді, тоқтай салады. 44-ші номер әдеттегі робот қалпына келмек болып еді, қыз басындағы арнайы құрылғыны жұлып алып, газды басып жүріп кетеді. Ал 13-ші номер үнсіз қалмай мына сөзді айтады. Командир мамандардың болған оқиғаны халыққа айту керек дегеніне қарамастан, жоба жайлы ешкім білмеу керек деп ауыздарын жауып тастайды. Жолай қыз 44-ші номерге сұрақ қоя береді. Солдат: менің әскерде қызмет ету мерзім аяқталды, үйге оралуым керек деген сөзге қадалып қалады. Қыз оны жаралы екенін байқап қалады. Ал солдат болса түк болмағандай көліктегі темекі тұтатқышты алып, жарасына баса салып, қан ағуын тоқтатады. Осы арада базадағылар арттарынан қуғынға шыға кетеді. Мына жақта әлгі екеуінің көлігінде бензин таусылады. Солдат сыртқа шығып, дәрет сындыруға кетті ме деп ойлап қалып едік, бірақ ол тағы да түк болмағандай машинаны жақын арадағы қалашықтағы отельге дейін итеріп келеді. Қонақ үйге кіріп, ыстықтап кеткен 44-ші номер құйып алу керек еді деп сұрайды. Бірақ ондағы адам әзірше бензин жоқ деп жауап береді. Қолындағы құрылғысына қараса, бір нәрсе дұрыс емес дегендей сигнал бере бастайды. Еркекке мен мұздануым керек деп айтады. Бірақ ол сонда да еш нәрсе түсінбей, барлық бөлмелерде кондиционер бар деп жауап қатады. Сол арада қырсық қонақ үй бастығы сәтті қолданып қызды ақшаға түсіреді. Ал арғы жақта КамАЗда келіп жетеді. Бөлмеге кіре салып, 44-ші номер толық шешініп тастап, кондиционерді барынша қосып, алдына тұра қалады. Қыз болса, теледидардан әлгі әріптесін өзі өлтірді деген жалған айыптаулар айтылып жатқан ТВ жаңалықтарын көріп қалады. Шынданып тұрған қыздың алдына жалаңаш күйде шыққан солдат: мен мұздауым керек деп жерге құлай кетеді. Зорға дегенде өзіне не керек екенін қысқа айтып жеткізеді. Ал бөлменің ішінен қонақ үй қызметкерінің ұятсыз анасы еркектің денесіне күлімсіреп қарап тұрады. Арғы жақта басқа универсалды солдаттар олардың позициясына жақындап келе жатыр. Қыз болса, ваннаға еркекті жатқызып, ішін мұзға толтырады. Ал еркектің денесіне қараса, жарасы сол жерде жазылып кете салады. Аузы ашылып, телефон шалмақшы болады. Бірақ басқа солдаттар сым тетіктерін үзіп тастаған екен. Ұрсып жатқан қонақ үй қызметкерінің айқайына мән бермей, қыз сыртқа шығады. 13-ші номер оны нысанға алып, бұйрық күтіп тұр. 44-ші номер есін жинап, ТВ-дан соғыс біткеніне ұзақ уақыт болғанын түсініп, бетін ұстап, өзінің қалайша әлі жап-жас екенін түсіне қоймайды. Солдаттар қонақ үйді қоршап алып, атқылай бастайды. Бірақ 44-ші номер қызды дер кезінде жерге жатқызып үлгереді. Тоқтамай оқтар жауып жатыр. 44-ші номер қарулы амалын жасап, дуалды бұзып, басқа бөлмелерге ауыса бастайды. Бірақ соңында бетоннан жасалған бөлмеге келіп тіреледі. Солдаттар бөлмеге кіріп, жұпты іздей бастайды. Сәтсіз, олар жоқ. Бірақ төсетте ләззатқа бөлініп жатқан жұптың көрпешесінен қару көреміз. Бірақ жігіттің емес, шынайы қаруды. Бәрі түсінікті. Жігіттің көлігін алып, ол жерден тай жөнеледі. Бірақ ең аяныштысы қонақ үй қызметкері. Оның үйінің енді ешқашан қонақ шақыра алмайтындай тасталғаны шығады. Ертесіне күннің шуағында кейіпкерлер көлікте кетіп бара жатыр. Қыз барлығы күл талқаны шығып жатқанда, сонша қалайша сабырлы қалыпта жүресің. Оған қоса, машинаны түк болмағанда итересің. Адам жаны шыдамайды, мұзға жата саласың. Сайтан алғыр, сен өзің кімсің деп миын жей бастайды. Біраздан кейін айдаладағы бір жанарман құятын орынға келіп тоқтайды. Қызды бір бөлмеге алып келіп, тағы да шешініп тастайды. Ұятсыз жігіт арам ойын іске асырмақшы ма деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Бірақ жоқ, ол қыздан менің денемнің бір жерінде менің қайда жүргенімді анықтап отыратын қатты бір құрылғы бар. Соны тауып көрші деп өтініш жасайды. Есіктің арғы жағында әңгімені тыңдап тұрған еркек ойы бірден бұзылады. Қыз ұялса да амал жоқ. Жігіттің денесін түрткілеп құрылғыны іздей бастайды. Бірақ ақыры санның артқы жағынан әлгі құрылғыны табады. Қызға пышақ береді. Қыз бас тартқан соң өзі аяғына пышақ салып, қызға оны ақыры алдыртады. Ал мына жақта
қалмай әлгі КамАЗда келе жатыр. Жабдық арқылы оның орнын анықтап келеді. Сыртта мұз жатыр. Еш күмән жоқ олар осында. Бірақ ішке кірсе, оларды алдап кеткенін түсінеді. Атылған оқтар шамға тиіп, от жанып, жанармай орнына барып, қатты атылыс болады. Жанып жатқан солдаттарды асыға сөндіре бастайды. КамАЗдағы адамдарды алдандырып, өздері көліктің артынан шыққан екеуі КамАЗға кіріп, маңызды документтерді өздерімен алып кетіп қалады. Айтпақшы, әлгі шал тірі. Ол да машина артында тығылып қалыпты. Барлығы тынышталғандай болып көрінеді. Бірақ деп 13-ші номер қылқындыра бастайды. Қылқындырған соң машинада ары-бері теңселіп жүріп, тасқа келіп соғысады. 13-ші номер балық сияқты одан атылып шығып, жерге оңбай құлайды. Бәрінен шаршаған командир барлығына қайта ораламыз деп сол сөзді 13-ші номерге келіп қайталап еді. Ол орнынан тұрып, менің атым сержант Эндрю Скотт деп командир өзінің қаруын алып үлгермей тұрып, көзіне оқ қадайды. Ішке кіріп, басқаларын ендеп командирді шақырмақшы болғанда, енді ол сіздерді естімейді деп алдарына оның құлағын лақтырады. Енді мен бұйырам дегендермен келіспегендердің сол жерде көзін жояды. Ертесіне 44-ші номермен қыз жергілікті кафеге тамақтануға келеді. 44-ші номер столда отырып, кішкентай балаға тән қылықтар жасай бастайды. Темекі зиян екенін бірінші рет естігендей, қыздың темекісін алып қойып, тамақ жеуді білмейтіндей, басқалардың азықтанғанына қарап еліктей бастайды. Мына жақта одан сайын қуатты болу үшін 13-ші номер өзіне стимуляторлар сала бастайды. Одан кейін бұрынғыдай құлақтардан моншақ жасауға кіріседі. Мамандардың бірі келіп, оған көп дозадағы инъекция салып ұйықтатып тастау үшін оған уақытыңыз келді, ұйықтап алыңыз деп алдамақшы болады. Ұйықтап жатқанда мамандардың бірі скафандр киіп алып, оны қатты ұйқыға кетті деп қасына жақындап еді. Сержант оны ұстап, ойын түсініп, орындыққа отырғызып, укол тығып өлтіреді. Қыз болса телефон арқылы тапқан документтердегі ақпараттарды басқаларға қоңырау шалып жеткізе алмай жыны келіп тұрғанда, 44-ші номер тоқтаудың не екенін білмей, тамақты опырып, асап-асап жеп жатады. Барлығын мұндай аппетитіне ауыздары ашылып қарап тұр. Әйелдің бұның барлығына қалай ақша төлейсің деген бір жерінен қыстырмай, бөпе сияқты сабырлы көзбен қарап жеуді жалғастыра береді. Оның үндемегеніне шыдай алмай, аспазшыны шақырады. Бірақ бұның жақсы идея емес екендігін түсініп отырған шығарсыздар. Бәле, ақшаңды бер дегеніне ол жай ғана жақсы тамақ екенін дей салып еді. Ары қарай қырылыс басталып, ойнап жүргендей тағамды аузына салып жүріп, еш эмоциясыз тескендердің жақсылап сазасын беріп отырады. Оның ойында бір нәрсе, тамақ жеу. Қыз келіп оның не істегенін көріп, тамақ қалай деп еді. Ол түнде сержант жергілікті адамдарға келіп, кейбіреулерін сол жерде ұйықтатып, әлгі жұп-жайлы сұрастырады. КамАЗдың ішінде мамандардың бірі тірі қалған солдатты алдап, 30 секунд ішінде мына нәрсені ұста деп қолынан граната береді. Бірақ берген кезде оны да қолын қысып ұстап алады. КамАЗда жарылыс болады. Сержант қатты жарақаттанған қызметтестерін ұстап алып, маркеттегі тоңазытқышқа сүйреп алып келеді. Қыз мына жақта 44-ші номерді соғыс ардагерлерінің үйіне алып келеді. Онда олар Грегор атты доктормен жолықпақ болады. Солдат айнадан сол еркекті кездейсоқ көріп қалып еді, қайтадан флешбек ұстап, өлер алдында дәл соны көргені есіне түседі. Флешбектен оның шынайы адын естиміз, Люк. Одан әрі кішкентай кезі ата-анасы да есіне түседі. Ал тоңазытқышта сержант өліп жатқан солдаттардың тірілте алмай жатыр. Адамдардың барлығы естері ауысқан ба деп ерсі әрекеттеріне қарап тұрып алады. Есалаң сержант әлі соғыс бітпеген деп тамашалаушыларға соғыс жайлы ертегілер айта бастайды. Сол кезде полиция қоршап алып еді, бет бермей сол жерде төртеуінде атып өлтіреді. Доктор мен қыз әңгімелесіп, оған мұндай жаман іске қатысуыңызға қалай дәтіңіз барды деп сұрақтар қоя бастайды. Доктор да өзінің қателігін түсініп, қазір қатты өкінетіндігін айтады. Доктордан солдаттардың денесін белгілі бір уақыт сайын төмен температурада ұстап, мамандар қарап тұрмаса өлетінін естиміз. Ал ТВ-дан қызды жалған айыптағанымен сержанттың маркеттегі адамдарды өлтірген сәтін көреміз. Ал Люк, мен тірі емес, өлі емес, дене бөлшегім, бәрінен шаршадым, үйге қайтамын деп шығады. Қызға да билет алып, сенде керекті документтер бар, барлығы жақсы болады деп қоштасады. Қыз оны қимай кетеді. Бірақ жоқ, кетпепті. Ал артына қараса, олар полиция тобының нысанында тұрған көреміз. Капут. Оларды арестке алып, автобуспен алып кетіп бара жатқанда, қыз бен бала бірін-бірі ұнатып қалғанмен бірге, оны мұзды қабылдау уақыты келгенде түсінеміз. Көп ұзамай көкжиектен мына дауысты естиміз.
Құрып кеткен сержантты келіп жетті. Автобустың артынан соққылай бастайды. Болмаған соң мылтықпен атуға кіріседі. Ол да болмаған соң жүргізушінің көзін жояды. Зорға дегенде теңсейіліп, жолдан шыға кеткен автобустағы торды ашпақшы болады. Сержант та тынышталмай автобус ішіне граната лақтырып жібереді. Қыз оны алып сыртқа тастап үлгереді. Люк арқылы жүргізуші орнына барып, көлікті өз қолына алады. Қызды көліктен тірі қалдыру үшін итеріп жібереді. Артынша сержант тағын граната тастап, автобус төңкеріліп кетеді. Автобустың түгін қалдырмау үшін жартасқа қарай итере бастайды. Люк сыртқа шығып, жүргізуші солдатқа дәл тигізіп өлтіреді. Сержант сол жерде машинадан шығып үлгермей қалады. Екі машинада жарылады. Тірі қалған жұп енді демін алып еді, тыныштық бермей, тағы да бір полицей келеді. Әбден тәжірибе жинап алған қыз оны сол жерде ұрып талдырып тастайды. Қыз Люкті машинаға отырғызып, көптен күткен үйіне алып келеді. Ата-анасы көргендеріне сенбей, қатты құшақтап алады. Үйде отырып Люк кезінде достары болған сержантпен тағы басқа достармен бірге түскен суреттерін қарап отырады. Үйінен кеткеніне 25 жыл болғанына қарамастан, қыз оған 50 жастағы шал үшін сен айтарлықтай жас көрінесің деп комплимент айтады. Осыдан кейін құйып жатқан жаңбыр астында қыз жолға шығады. Көлікке отырып, кілтін таба алмай қалады. Жоғалған кілтін жоқтан пайда болған сержант алып келіп береді. Үйде жарық өшті. Люк бір нәрсенің дұрыс еместігін сезеді. Олар сыртта, байлаулы, сержанттың қолында. Сыртқа шығып, саған мен керекпін. Басқаларын жібердеп келісімге келбек болады. Болмаған соң оны ұрмақ болады. Бірақ сержант қиналу орнына оның әрекетіне күлкімен жауап береді. Сержант онан қайда мықты екені көрініп тұр. Люкті әбден соққа жыға бастайды. Неліктен олай екені түсінікті. Ол өзіне инъекция салып алған екен. Ал Люктің құрылғысы қызыл сигнал бере бастайды. Сержант өзіне тағы да инъекциясын салып жатқан сәтте қыз мына жақта жібін босатпақшы болады. Одан сайын қуат көзін алған сержант Люкті ары-бері лақтыра бастайды. Люкте күш қалмады. Қыз босанып қашпақшы болады. Бірақ артынан граната лақтырады. Граната машинамен бірге атылып кетеді. Сержант өзінше мәз. Бұл Люк үшін шыдамның шегі болады. Барлық күшін жинап, аяғына тұрып, сержантты барынша ұрады. Бірақ нәтижесіз. Оған түк әсер етпейді. Дегенмен күресіп жүріп, сержанттан инъекциялардың бірін алып, өзіне салып үлгереді. Ол оған дереу әсер етеді. Енді басымдылық Люкке өтті. Екеуі сол жерде әбден қырылады. Ақыр аяғында Люк оған аяғымен басына ішіне қатты соққы жасайды. Сержант бітті, ұйықтады. Артында тұрған ферма машиналарының темір тікендеріне барып қадалады. Люк жақындай қойып еді, сайтан алған сержант сонда да өле қоймайды. Оны ұстап алып, өзіне тартып, тікенге кіргізіп өлтірмекші болады. Люк бар күшін салып, қолын сындырып, артынша машинаға қосып, бөлшектеп тастайды. Ата-анасына барады, олар сау екен. Қызға барса өліп жатқандай болып көрінгенмен, сол жерде есін жия бастайды. Кенеттен оның әкесі келеді, бірақ түсініксіз. Бетінде еш эмоция жоқ, ал қолында қару. Люк әке дей салып еді, әке деген адамнан оған оқ атылады. Қыз шок болады. Ал баласына оқ атқан адамның артынан көліктер тоқтап, ішінен адамдар түсе бастайды. Кешір Люк, сен және сержантты тек осылай қолға түсіре алатын едік деген доктордың даусын естиміз. Сенің әке-шешең сені өлді деп санайды. Ары қарай да солай ойлай берсін. Ал мыналар жай ғана актерлер. Сол жерде шал тағы да атыс жасап, артынша басқалар да қосылып, байғұсқа оқ жаудыра бастайды. Қыз еңіреп жатыр. Құлаған Люктің құрылғысынан оның пульсі тоқтағанын түсінеміз. Бірақ арғы жақтан полиция сиренасын естиміз. Жобаға қатысқан мамандардың бірі келіп, дереу солдатты емдей бастайды. Ал журналистердің бірі қызға сен жұмыс орнына келмегендіктен осында іздеп келдік деп айтады. Қызға микрофон беріп, тікелей эфирге шығып, жағдайдың анық қанығын айт деп өтініш жасайды. Бірақ қыз эфирді толық аяқтай алмай, Люкке келіп қолын ұстап алады. Эфир қара түнек болады. Ақыр аяғында Люк қарияларға айналып кеткен шынайы ата-анасына оралады. Қыздың сөзінен ол өмірін созатын препараттардан бас тартып, соңғы 2 айын өзін жақсы көретін адамдардың қасына өткізіп бақытты және де ең бастысы шынайы адам болып көзін жұмған естиміз.